Үміткердің таңдауы кім бұл жолы? Саддәулет, Нұрай, Айдана. Айдана деп жатыр, қайта. Бекзат деп жатыр, Айгерім дейді. Зарина деп жатыр. Ернар. Тағы. Үміткердің таңдауы? Ернар. Қалайсыз, Ернар? Өзі керемет. Қалыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Жақсы. Бәрі бір қалыпты, баяумен. Таныстықтың аяқталғанына көп болған жоқ қарлығашпен. Иә, көп болған жоқ. Қимай жүрген жоқсыз ба? Деп қоямын ғой дейтін бір қыздар келмесе болмайды. Бірақ сізге жұғыпты. Бағанда Сөздеріңізде байқадық. Дайынсыз ғой? Бір қыз келді ма деп қоямын. Шақырайық, иә? Шақырайық ендеше. Келіңіз. Ернардың үміткері келіңіз. Қош келдіңіз. Қош келіпсіз. Есіміңіз? Есімім Айгерім. Айгерім, есімді Ару келді. Жасыңыз нешеде? Жасым 19-да. 19-дасыз. Биыл 20 толамын уже. Қай жақтың тумасыз? Алматы облысы. Неге Ернар? Ернардың эфирде ұстауы, өзін өзі спокойно, еще бұрынғы ара қатынасы болды ғой, Қарлығаш деген қызбен. Сол кезде қызды прям сыйлағаны ұнады. Сұрақтарыңыз? Айгерім? Иә, естіп тұрмын. Айгерім, иә? Айгерім. Саламатсыз, Айгерім. Сәлеметсіз бе? Ең алдымен мені таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Қадамымызға гүл бітсін дегім келеді. Алматы облысынан ба? Иә, Алматы облысы. Қай жағынан? Мен де просто облыстамын ғой өзім. Илийский район. Илийский район. Иә. Болды. Жақындау екен. Біз жаққа қарай. 19-да, Қай иә? жақтансыз? Біз сол Алматы облысы, Есік пен Талғардың ортасы. 19-дасыз ба негізі? Биыл 20-ға толамын. 20-ға толасыз, қазір таңда түсінген бойынша жоғары оқу орнында оқисыз, Иә, сырттай оқимын. Сырттай оқисыз. Қандай мамандыққа? Журналистика. Сәл дауысыңыз естілмей жатыр. Журналистика. Журналистика, ой керемет. Журналистика жақсы. Үйде қанша ағайындысыздар негізі? Үйде 5 ағайынды, мен ең кішісімін. Кенжесі. Кенжесі, еркесі, иә? Иә. Бәрекелді. Жалпы өзіңіз негізі бұрын соңында ара қатынаста болғансыз ба? Үйленуге дейін болған жоқ. Просто былай енді жас болған кейін сөйлесіп көру деген секілді болды, бірақ прям қатты серьезно болмады десем де болады. Серьезно отношение болмады, Иә? түсінікті. Жалпы мен талаптарым бірінде айта кетемін. Негізі мен жалпы үйдің үлкен болсам да, бастапқы 1-2 жылдай ата-анаммен тұрғым келеді негізі. Оған көзқарас қалай жалпы? Мен негізі андай үлкен отбасыда тұрғанды қалаймын. Ата-енемен барынша андай көмектеседі ғой көбінесе. Өзім қазір енді тек ата-анамен тұрамын ғой тоже, бірақ көбіне әжемнің, атамның қолында өскен ұнайтын. Сол үшін ер азаматында тоже ата-анасымен бірге тұрған негізі маған да лучше болар еді. Жақсы. Қызғаншақсыз ба жалпы? Қатты. Охо, қатты дейді. Енді аяулы отбасын бір сұрағынан қойса дегім келеді. Әсем. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Атыңыз кім еді? Айгерім. Айгерім, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Рахмет. Енді өзіңіз ата-енемен бірге тұруға қарсы емеспін деп жатырсыз ғой? Сол асханаға қалайсыз негізі? Негізі Асхана. жақсы. Пловтан басқасын бәрін істей аламын. Күшті. Ас үйге десеңізші, ас үйге. Ас үйге қалайсыз деп сұрайын деген ғой. Иә, оразға бей. ас үйдің атын дұрыстап жатты осы екен деген тілек қой енді. Мынандай ғой, негізі бұл жігіттер қауымы көбінесе қызғанбаса да бір жерге міндеттемесе де ештеңені сәл ойлап айтқан нәрселерін қыздар абьюз деп түсініп қалатыны бар да кейде ше. Мысалға сізге сәл отношениеде запрет сияқты болып көрініп не істесе, сізге мынандай жерге барма, былай киінбе десе, сіз қалай қабылдайтын едіңіз ер азаматтан? Егер жігітті прям ұнатып тұрсам, көңілім бар болып тұрса, негізі қарсы емеспін. Сіз ұнататын жігіт сізге қандай әрекет жасау керек? Сізге ұнау үшін? Маған ұнау үшін? Білмеймін, андай адамды өзі бір көрген кезде андай чувство болады адам ішінде ше.
оны мен айта алмаймын нақты. Мысалы мен қазір айтуым мүмкін, маған нандай ол ұнайды деп ше, но может мен жүрегімде бір сезім пайда болса, может маған ұнамайтын, талғама мүлдем сай келмейтін ол ұнап кетуі де мүмкін. Мен ондай нақты айта алмаймын сол үшін. Әйгерім, қош келдіңіз. Рахмет. Әйгерім, біздің Ернар асаба жігіт өзі. Тойларда жүреді, жанында мысалы қыздар көп болады, билейтін қыздар деген сияқты, биші қыздар. Соған ертең күн қызғанып қалмайсыз ба? Қызғаншақсыз ба? Айттым ғой жаңа қызғаншақ, мен өзімде негізі бишімін. Ал бір Ернарға бір қоятын нақты талаптарыңыз бар ма? Егер бәрі ертең күн жалғасып жатса, мысалы сен өзіңді былай ұстауың керексің, былай ұстауың керексің, мынандай қыздармен сөйлеспе деген сияқты. Сөйлеспе дегенде енді қалай айтсам, рамкалар болады ғой, мен өткенде айтып кеттім, енді кім Нұржан рамка деген кезде мен айттым, екі аяқты бір етікке тығу деген сияқты, біздің тілмен айтқанда. жоқ, ондай емес. Ең бастысы ұнатып тұрса, сыйласа, ата-анамды сыйласа, артық ондай бір ешқандай талап жоқ. Балса ханым. Иә, қош келдіңіз, Әйгерім. Иә, Айдана сұрақ қоямын дейді. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Әйгерім. Енді Ернардың бір талабы бар еді, маған қысқа киетін қыздар ұнамайды дейді. Негізі ұнайды, бірақ өзінің қасындағы қыздардың қысқа кигені ұнамайтын сияқты, соған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы мен байқаймын ғой, Ернар ана қыздың сырт келбетіне, ана ухоженный қыздарды жақсы көретін байқалады да енді. Бірақ андай маған ұнамайды деп айтады ғой енді ұлдар. Сондай типтағы жігітті. Қысқа киген, мен қысқа кигенге ма? Иә, сіз қысқа кигенге көзқарасыңыз қалай? Қысқа киесіз ба жалпы? Негізі киемін, бірақ қатты прям қысқа да емес, потому что өзім де ыңғайсыз сезінемін. Оның үстіне ата-анамыз ондай қысқа киімге көп разрешение бере бермейді. Қоя беріңіз, жалғастыр. Жоқ, жалпы мысалы ер адам сіздің киімдеріңізге жаңағыдай бір мынаны киме деген сияқты бір өзінің талаптарын қойса, оған деген шарттарына көзқарасыңыз жақсы ма? Айттым ғой, егер ұлды ұнатып тұрсам, любой сөзіне я деп айтамын. Ұнатып тұрса, иә деп айтады. Айдана. Қош келдіңіз, Әйгерім. Рахмет. Өте керемет қыз келіп отыр негізі. Жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, отбасыңызда сіз қаншасыншы қызсыз? Ең кішкентай. Ең кішкентай. Негізі үйдегілеріңіз біле ма? Иә, біледі. Жалпы енді 19-дасыз ғой енді, жассыз ғой енді әлі. Жалпы қанша уақытта тұрмысқа шығуға дайынсыз нақты? Осы бір жылдықтың ішінде. Бір жылдықтың ішінде. Бірақ үйдегілеріңіз бәрі Ернарды бәрін біледі ғой негізі. Батасын беріп кетті ме дегенім ғой енді. Мамам Ернарды былай ұнатады, эфирде көреді ғой. Болды, оны мамасы ұнатып тұр ғой жаным әшейін. Нұржан? Дұрыс, Әйгерім, қош келдіңіз. Өте қатты қызғаншақпын деп жатсыз ғой. Енді біздің Ернардың қыздарды көрген кезде бір комплименті бар. Мына қыз бұл өмірге бүйкүнә екен, мына қыз пәкиза екен деп айтып қалатындары бар да. Енді қатты қызғаншақ болсаңыз, мынандай комплименттерді тоқтат деп айтасыз ба, әлде жалғастыра бергенін қалайсыз ба, қалай өзіңіздің ойыңыз? Если серьезно отношение болса, ол кезде я айтамын. Потому что тек көзім мені ғана көру керек ол кезде, басқаны емес. Жоқ, менде енді таныстық басталса, мен былай алақтап әркімге бір ондай айта бермеймін жалпы. Сөйтіп ойлаймын өзімді. Олай негіз комплимент айтқан жақсы ғой. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жоқ па, бірге білеміз.